Ассаляму алейкум достар. Бүгін сіздерге сүзбелі бәліштің, яғни творожный чизкейктің жасалу жолымен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен ыдысқа ұнды саламыз. Оның үстіне секерді, одан кейін қопсытқышты салып, осы барлық құрғақ ингредиенттерді бір араластырып аламыз. Одан кейін үстіне жұмсақ майды салып, видеода көрсетілгендей етіп, песочный қамыр илеуіміз керек. Одан кейін үстіне бір жұмыртқа салып, осы қамырымызды біріктіреміз. Барлығын қосып илеп болғаннан кейін бізде жұмсақ қамыр пайда болады. Оны әзірге тоңазытқышқа сала тұрып, одан кейін салмасын дайындап аламыз. Салмасына ең алдымен бізге сүзбе қажет. Сүзбе суынан тазартылған, құрғақ болғаны жақсы. Сүзбенің үстіне секер саламыз. Секерден кейін 2 ас қасық қаймақ қосамыз. Қаймақ кез келген дүкеннің қарапайым қаймағын пайдалана берсеңіздер болады. Енді үстіне бір жұмыртқа салып, осы массаның барлығын шанышқының көмегімен не болмаса блендермен араластырсаңыздар да болады. Салмасын дайындап болғаннан кейін енді тоңазытқыштағы қамырымызды алып, табаға видеода көрсетілгендей етіп орналастырамыз. Қамырды табаға мен қолмен орналастырдым, не болмаса бір стаканмен, шанышқының көмегімен әрлеп орналастырсаңыздар да болады. Осыдан кейін енді үстіне салмасын құямыз. Мен 20-лық форма пайдаландым. Сіз 22-лік, 24-лік форма пайдалансаңыздар болады, бірақ бәліштеріңіз кішкене аласалау болып шығуы мүмкін. Мен салмасын үстіне әдемілікке қатырылған таңқурай пайдаландым. Ол міндетті емес, ол өз қалауыңызда. Енді бәлішті қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут көлемінде пісіріп аламыз. Бәліш піскеннен кейін салмасы аздап жұмсақ болып тұруы мүмкін, одан қорықпаңыздар. Және де толық суығанға дейін оны формасынан босатпайсыздар. Толық суытып, содан кейін ғана формасынан босатып кесуге болады. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, міндетті түрде мен каналыма жазуға ұмытпаңыздар. Сол кезде мен салған видеоларым ең алғашқы болып сіздерге көрсетілетін болады. Сіздермен бірге болған мен Айгүл Жасан. Назарларыңызға рахмет.